Қайырлы күн достар, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге кофе қосылған ерекше дәмді пирогты жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен айран мен кофені араластырып қою керек болады. Екеуін араластырып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде кофенің ұнтақтары қалмай бірге араласатын болады. Енді 2 жұмыртқаға құмшекерді салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бастапқы мөлшерінен 2-3 есеге ұлғаю керек. Және одан кейін жаңағы айран мен кофемізді тағы бір араластырып жіберіп, үстіне құямыз. Одан кейін сұйық майды құйып, бір миксерлеп аламыз. Одан кейін 1 шай қасық ас содасына 1 шай қасық уксусты құйып, екеуін араластырып, оны массамызға саламыз да тағы бір миксерлеп аламыз. Ең соңынан ұнымызды салып, араластырамыз. Одан кейін формамызға бөлме температурасында еріп тұрған сары майды осылай жағып, одан кейін ұнды аунататын боламыз. Сосын барып массамызды құйып, қызып тұрған 180 градус пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз піскенше бетіне жағатын кремімізді дайындап қоямыз. Ол үшін қаймаққа кофе және қант ұнтағын салып араластырамыз да 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бұнда да кофе еруі керек. Уақыт өткеннен кейін осылай тағы бір араластырып жібереміз. Сонда қанық түсіне ие болып, кофе де ериді. Пирогымыздың дайын болғанын спашкамен тексеріп аламыз және суығаннан кейін осылай жан-жағын формадан ажырататын боламыз. Одан кейін осылай тақтайға түсіріп алсаңыз болады, немесе ыдысында қалдыруға да болады. Толықтай суығаннан кейін бетіне кремін құйып жағып шығамыз. Қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Одан кейін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып аламыз. Кофені сүйіп ішетіндерге ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса, каналыма тіркеле кетуді де ұмытпаңыз.